Ауызға салса еритін өте дәмді эклер жасағыңыз келсе, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіз. Өте дәмді және ерекшелігі кремі өте нәзік болып шығады. Ауызға салса еритін шайға бірге ішкенге таптырмас зат болып табылады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға су құйып аламыз да, үстінен сармайды салып, сармай ерігенше араластырамыз. Үстіне кішкене тұз салуды ұмытпаймыз. Сармай еріген кейін ұнның барлығын бірден салып жібереміз да, осындай қою консистенция болғанға дейін жақсылап араластырып тұрамыз. Және кастрюляның астында осындай қата бастаған кезінде сразу ыдыстан алып басқа ыдысқа салып қоямыз, тезірек суы үшін. Бізде жұмыртқа пісіп қалмайтындай температура болуы қажет. Жұмыртқаларды барлығын бірге салмаймыз. Міндетті түрде бір-бірлеп сала отырып, миксер емес қолдың венчигімен или просто араластырсаңыз да болады. Баста араласпауы мүмкін, бір-біріне жабыспайды. Сол кезде қорықпаңыз. Жай-жай араластырсаңыз, соңында бізде осындай әдемі теста шығады. Мен осындай насаткамен құйып аламын. Сіздер әшейін қасықпен немесе домалақ насаткамен де жасасаңыздар болады. Тестамыздың барлығын бірмешоққа құйып аламын. Бірінші жақсылап ешқайсысын қалдырмай. Одан кейін міндетті түрде пергамент қағазы төселген ыдысқа осылай табаға құйып шығамын. Кішкене құйып шығып, үстін кішкене осылай сулап басып шығамын, екен үшкір болып іспет кетпес үшін. Осыны 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламын. Ол піскенше кремін дайындаймыз. Крем үшін бізге бір жұмыртқа және де шекер керек болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Қайсысының қанша керек екенін мөлшерін міндетті түрде описанияға қалдырып кететін боламын. Үстіне ұнды салып араластырып жібереміз да, қою болғаннан кейін үстіне сүтті құямыз. Сүтті сразу емес, барлығын аз-аздан жай-жай құйып отырамыз, араластырып. Және де осы дайын болған массаны отта жайлап қозғап тұрып пісіретін боламыз. Дәл осылай қоюланған кезде оттан түсіреміз да, ыстық күйінше сармай салып, сармай ерігенше тағы да араластырамыз. Осындай жылтырақ әдемі креміміз дайын біздің. Біздің эклерлеріміз де піскен, креміміз дайын. Енді жинап шықсақ болды, қыздар. Кремді арнайы насаткамен немесе оны да әшейін қасықпен құйсаңыздар болады, қыздар. Жасап көріңіздер. Ал безендіру өз еріктеріңізге. Мен тек қана сахарный пудра себе салдым. Керемет осындай эклерлер шығады, қыздар. Видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп алыңыз, және де міндетті түрде колокольчик басып қойыңыз, сонда сізге новый видео шыққан кезде SMS бар.